Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Үрбіш. Бүгін каналымызда бір жасағаннан шығатын құймақ дайындаймыз. Біз бұны айраннан дайындайтын боламыз. Осындай жұмсақ, ажурный болып шығады. Сондықтан видеоны көруге тек 2 минуттарыңызды ғана аламын. Айранмен құймақ жасау жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде бізге керек заттар барлық құрамын төменде тағы да описаниясын белгілеп қойдым. Сонымен әуелі 2 жұмыртқаның үстіне құм шекерді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мен ұзақ уақыт араластырамын, қанты шамалы ерігенше. Енді айранға осы жерде сода қосып аламыз. Бір араластырып жіберсек 3-4 секундта өзі көпіршіп шыға келеді. Айран бөлме температурасында болу керек. Егер де салқын болса, микроволновкаға салып кішкене жылытып алыңыз. Енді айранымызды құямыз. Аздап тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық май құямыз, тағы да шамалы араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық суды салманы араластыра отырып құямыз. Оның барлығын електен өткізіп саламыз. Әркімнің ұны әртүрлі. Егер де сізде қою консистенция болып қалса, ештен кетпейді, үстіне шамалы ыстық су құйып жібересіз. Енді іртігі жазылғанша, бір қалыпты масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса болу керек. Табаны қыздырамыз, от орташа немесе орташадан сәл жоғары отта пісіреміз. Блинчикке арналған табалар кішкене жұқа болады, сондықтан орташа отта пісіремін. Құймағымыздың жан жағы сарғайып бастағанда, ақырындап алуға ыңғайлы болу үшін өзіңіздің икеміңізге қарай екінші бетіне қарай ауыстырасыз. Екінші беті өте тез піседі. Осылай әрі қарай жалғастырып пісіріп кете бересіз. Салманы әр құятын кезде ожауыңызбен араластырып отырыңыз, себебі қою болып түбіне тұнып қалады. Егер түбіне тұнып қалса, қою болып ештен кетпейді, үстінен тағы да ыстық су құйып жібересіз. Содан кейін әр пісіп шыққан ыстық құймақтың бетін, әсіресе шеттерін осылай сармаймен жағып шығамын. Сонда ұзақ уақытқа дейін өзінің жұмсақтығын сақтап тұрады. Осымен біздің жұмсақ, нәзік, айранмен жасаған құймағымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде де бір жасағаннан шығады. Құрметті көрермендер, егер де сіздерге видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырды ұмытпаңыздар. Поделиться етіп, достарыңызбен де бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір, келесі видеода кездескенше.